Ақжайық ауданы білім бөлімінің жетекшісі қызметінен қуылмақ. Бұл шешім бүгін облыс орталығында өткен әдеп жөніндегі кеңес отырысында қабылданды. Себебі аталған тұлға жаңа жылдық шаралар кезінде 5 миллион теңге тұратын сыйлықтарды тендерсіз ақ сатып алыпты. Сондай-ақ жиын барысында Сырым ауданының білім беру бөлімінің басшысының да тәртіптік ісі қаралды. Әдеп жөніндегі кеңес барысын Қуанар Мұсағалиева тарқатсын. Батыс Қазақстан облысындағы әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысында ең алдымен облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау мен жастар саясаты басқармалары тарапынан мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы бұзушылықтардың алдын алу бойынша атқарылған жұмыс қорытындылары қаралды. Провести служебное расследование в отношении службы управления персоналом и именно рассмотреть вопрос об ответственности в разрезе поступка, дискредитирующего государственную службу. Бұдан соң Сырым аудандық прокуратурасының ұсынысы негізінде аудандағы жалпы білім беретін орта мектепке ағымдағы жөндеу жұмыстарын өткізу барысында орындалмаған жұмыс бойынша актілерге қол қойып, бюджет қаражатын мердігерге заңсыз аударған басшының ісі талқыға түсті. Барып тексеріп, өзіңіз емес, енді бір маманды жіберіп тексеруге болатын еді ғой онда. Барып тексертіп, жасалынды ма, жасалынбады ма. Солай енді өзіңіз ақша, мемлекеттік ақшаны аударып жатырсыз. Вовремя мынау ішкі аудит барғаны. Бүгінгі күнге дейін бармаса, осындай қазір анықталса, уже басқаша болатын. 900 мың теңгені заңсыз аударған Сырым ауданы білім беру бөлімінің басшысы Замзагүл Ерғазиева болса, бұндай қателік тәжірибемнің аздығынан орын алды деп ақталды. Бұл жұмысқа 10 ай болды, келгеніме құрылыс жұмысынан білмегендіктен және де 3 мектеп ремонттан өтті, содан кейін Абай орта мектебінде азғантай плинтус, жаңа линолеумдар төселді деген сөзге сеніп қалып, мектеп директорының ақша аударып жібердім, және де жыл аяғы болғасын, освоение болғасын білмей қалдым. Аталған тұлға ескерту түріндегі тәртіптік жазамен құтылса, Ақжайық аудандық білім беру бөлімінің басшысына атқарылған мемлекеттік лауазым босату түріндегі тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылданды. Қуанар Мұсағалиева, Айболат Жағыппар, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.